Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нобай арқылы идеяны жүзеге асыру. Термин сөздерге тоқталатын болсақ, нобай дегеніміз суреттің алдын ала жасалған өлшемі көз мөлшерімен есептелетін сызбасы. Идея заттардың алғашқы бейнесі, пішіні, сызбасы, түпкі ойы. Бүгінгі сабаққа қажетті заттар. Сурет салудың әдіс-тәсілдері. Бұл ерекше әдіс-тәсіл. Идеяға сай нобайды шығару үшін қажетті саусақтарымызды бүгу арқылы сурет пішінін сызып аламыз. Қосымша көмекші сызықтармен толықтырамыз. Осы видеоға қарай отырып, балалар, біз жаңа ерекше тәсіл дегеніміз не екенін түсінуімізге болады. Бұл жерде бізге көмекке, яғни қолымыз, саусақтарымыз келеді. Саусақтарымызды өзімізге қажетті бүгу тәсілдерін орындай отырып, идеяға сай нобайды шығарып аламыз. Өздеріңіз осы видеодан көріп отырғандай, оған қосымша әртүрлі көмекші сызықтарды толықтырамыз. Одан кейін түс беріп, рең беріп, өзімізге қажетті түстермен бояп, әрлеп шығамыз. Саусақтарымыздың бүгілу технологиясына мұқият назар аударайық. Оған өз қиялымыздағы көмекші сызықтарды қай бағытта сызғанымызды да есте сақтап алайық. Оқушылар, өзіміз осы видеоға қарап танысқанымыздай, енді бұны біз практикалық жұмыста орындап көрейік. Тапсырма. Өзің қалаған нобайды дәптеріңе сызып көр. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, нобай ерекше әдіс-тәсіл арқылы орындалады. Қол моторикасының жұмыс жасауы артады. Сұрақ: тағы қандай нобай ойластыруға болады? Оқушылар, сендер өздерің ойластырған нобайларыңды маған Classroom платформасы арқылы жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.